Фильм екі адамның түрмеден кәріз жүйесі арқылы қашып, құтқарылуын күтіп жатқанынан басталады. Осы кезде судан бір адам шығып, оларға қашып кетті байқайлады. Кенет оны алып жылан жеп қойды. Ол тез назарын оларға аударды. Бұл тіршілік иесі тағы бір адамды тез жұтып, суға қайта сүңгіп, біреуін ғана тірі қалдырады. Кейінірек біз түрмеге еріп бара жатқан қылмыскер У Чуанның соңынан ереміз. Бізді полиция стажері Таямен де таныстырады. Ол адамның сабырлы мінез құлқына ыңғайсызданады. У Чуан оянып, темекіні талап етеді. Бірақ офицерлер оны беруден бас тартады. Содан кейін капитан оны атуға апарып жатқанын түсіндіреді. Ол Таяға темекіні тұтқынға беруді бұйырады. Ал Чуан жас әйелге мейірімділігі үшін алғыс айтады. Саяхат кезінде колоннаға кенеттен ұшатын балықтар тобы шабуыл жасайды. Олар көліктерге соғылып, барлығын тоқтатуға мәжбүр етеді. Абдырап қалған олар бұл тіршілік иелерінің не екенін түсінуге тырысады. Ал жақын жерде алып, жылан жорғалап жүр. Кейінірек олар түрмеге келіп, Чуанды күзетшілерге тапсырады. Олар оны камераға апарады. Сол жерде ол тұтқынды Джа ұрып соғып жатқанын көреді. Ол оған түннелдердің орналасқан жері туралы айтуды талап етеді. Осы кезде біз соққыға жығылған тұтқынның фильмнің басында көрсетілген жылан шабуылынан аман қалған адам екенін білеміз. Қорыққан адам түннелдерге түсудің қорқынышты идея екенін айтып, алып, жылан туралы айтады. Джос және басқалары оны мазақ етеді. Ал ер адам ол жаққа барудың қауіпті екенін алға тартады. Екінші жағынан, Хуан төсегіне жатып, дауға мән бермейді. Бұл кезде күзетші күзет бөлмесінде фильм көріп отыр. Ол құбырлардан шыққан шуды естиді. Ол аумақты тексеру үшін бірдеңені тартып алады. Бірақ кенет оның үстіне жылан түсіп, оны тістеп алады. Ер адам оны тез лақтырып жібереді. Тек оның үстіне тағы бірнеше жылан түсіп жатқанын байқайды. Бұл тіршілік иелері оған аяусыз шабуыл жасап, өлтіреді. Тұтқындарға оралғанда, ер адам ұрып, соғуды жалғастырады. Джа Чуанның ұйықтап жатқанын байқап, оның мұнда не үшін келгенін сұрайды. Чуан оны елемейді. Оған шабуыл жасамақ болған басқа тұтқынды ашуландырады. Бірақ Джа оны тоқтатады. Ол Чуанға жақындап келеді. Бірақ түрме құрылымы кенеттен жарылып кете бастайды. Бірнеше жылан пайда болып, ер адамдарға шабуыл жасайды. Ал Чуан еденде ашылатын күзетшілерге камераның есігін ашуды бұйырады. Көп ұзамай олардың біреуі қатты қорқып, құбыжықтың пайда болуы туралы ескертеді. Бірақ оны алып, жылан жеп қояды. Тіршілік иесі камераға кіруге тырысады. Ал басқа амалы жоқ. Чуан шұңқырға секіріп, түннелдерге түсіп кетеді. Құлағаннан кейін ол жүгіре бастайды. Бірақ өзін бақылап тұрғанын сезгенде тоқтайды. Чуан үлкен тіршілік иесін көргенде қорқыныштан тоңып қалады. Бірақ қандай да бір себептермен ол оны елемей кетіп қалады. Чуан түннелдер арқылы жүре береді және қалаға қашып үлгереді. Содан кейін ол үйдің жанынан өтіп бара жатып, бірнеше киім ұрлайды. Содан кейін ол мақсатсыз көшелерді кезіп жүреді. Бұл арада бірдеңе жақын маңдағы жерді толығымен қиратып, халықтың назарын аударып жатыр. Оқиға орнына бір адам келіп, жерде қалған іздерді талдай бастайды. Шошып кеткен, ол барлығына қираудың құбыжықтардан туындағанын ескертеді. Және олар шегіну керек. Өйткені ол жерде қалу қауіпті екенін айтады. Бұл адам тіпті өзінің теориясын түсіндіруге тырысатын ойыншық құбыжықты көрсетеді. Бірақ бәрі оған күле бастайды. Осы уақытта Тая әріптестерімен бірге қаланы патрульдеуде, ол Чуанға ұқсайтын біреуді байқады. Ол фотосуретті бейтаныс адаммен салыстырады. Сол кезде ер адам қайтадан пайда болады. Ол полицияға олардың барлығы өлетінін ескертеді. Тая жалғыз әрекет етуді шешеді және серіктесіне қосымша күштерді шақыруды бұйырады. Сонымен бірге Чуан теледидардан анасы жұмыс істейтін зауытта наразылық білдіріп жатқанын көріп тоқтайды. Ол оны бейберекетсіздіктің ортасында көргенде не болып жатқанын үреймен бақылайды. Алайда кенеттен адамдарға алып құрбақа шабуыл жасай бастайды. Чуан қауіпті түсініп, анасын құтқару үшін сол жерге баруға бел буады. Жолда келе жатып, Таяның соңынан еріп келе жатқанын байқап, одан қаша бастайды. Қаланың басқа бөлігінде ер адам ұшатын балық аулап, көпшіліктің назарын аударады. Чу Чау есімді адам пайда болып, барлығынан көпшілікке тиіспеуін өтінеді. Жаратылыс. Ол өзін осы мәселе бойынша сарапшымын деп мәлімдейді және оның ұшуға қабілетті сирек кездесетін балық түрі екенін түсіндіреді. Алайда, ол сөйлей бергенде, жануар кенеттен әрекет етіп, адамдарға шабуыл жасайды. Ер адамдардың бірі жараланған қолын өзен жағасында жуады, бірақ қан балықты көбірек тартады. Бұл қырғынға әкеледі. Чуанға оралғанда, оны Тая мен басқа офицерлер тұтқындады. Олар оны ұстай алды. Алайда олардың қасына балықпен жабылған өлі адам түседі. Хаос қайтадан басталады. Өйткені тіршілік иелері айналасындағылардың бәріне шабуыл жасай бастайды. Чуан осы тәртіпсіздікте өзін құтқаруға тырысады. Бірақ Тая оны мықтап ұстап, оған шабуыл жасауға тырысады. Алайда Чуан оны балықтардың бірінен қорғаған кезде ол тоқтайды. Чуан мүмкіндікті пайдаланып, қашып кетуге тырысады. Бірақ Тая оған кісен салуды шешеді. Содан кейін
Ол басқа полиция қызметкерлеріне көмектесуге тырысады. Бірақ Чуан оны ұстап алып кете бастайды. Жолда келе жатып, оны қоймаға шақырып жатқан әйелді байқап қалады да, сол жерге асығады. Алайда, бұл аймаққа ұшатын балықтар үйірі шабуыл жасайды. Ал әйелдердің бірі қойманың есігін жауып тастайды. Чуан ішке кіруге асығады, бірақ оны қағып кетеді. Осыған қарамастан, ол Таяны соңғы сәтте құтқарып қалады. Тіршілік иелері есіктерді бұза бастайды. Ал олардың бірі ішке кіріп үлгереді. Адамдар балықты өлтірмек болып қашып кетеді. Бірақ тіршілік иесі дүкеннің артқы жағына қашып, барлығын ұятқа қалдырады. Осы кезде Тая әйелді есікті жапқаны үшін жазалайды. Алайда, балық кенеттен қайта пайда болып, ер адамға шабуыл жасайды. Хаос қайтадан басталып, тіршілік иесі өзін тормен қорғайтын Чуанға шабуыл жасамақшы болады. Содан кейін балықтар бір адамның киіміне кіріп кетеді. Ал қалғандары тіршілік иесін өлтіру үшін оны ұра бастайды. Осыған қарамастан, балықтар тағы да қашып кетеді. Бұл бәрінің жүйкесін тоздырады. Содан кейін Ву Чуан бұл балықтар қанның иісін бірнеше шақырым жерден сезе алатынын түсіндіреді. Көп ұзамай ол бір адамның қолын кесіп алып, қанды жем ретінде пайдаланды. Балық алға ұмтылды, бірақ Чжу Чуан жалтарып, Чуан оны микротолқынды пешке итеріп жіберді. Осыдан кейін барлық тіршілік иелерін қорғауға сенетін Лана есімді әйел микротолқынды пешке түскен балықтар үшін дұға ете бастайды. Ол дұға етіп жатқанда жаратылыс кенеттен жарылып кетті, және бәрі микротолқынды пешті қосқан Чуан екенін түсінді. Лана ашуланып, жасаған қылмысы үшін өкіну керектігін айтады. Бірақ Чуан әйелге үндемеуді бұйырады. Кейінірек әйел Чуанды киген киімі үшін қайтыс болған ұлы деп қателеседі. Бұл арада аман қалғандар базардан шығудың жолын іздеп жатыр. Бірақ артқы қақпалардың құбыжықтарға толы екенін анықтады. Басқа амалы жоқ. Тай капитанды шақырады. Бірақ оған да шабуыл жасалады. Кейбір жаратылыстар көп ұзамай телефоннан оқ атылып, барлығын үмітсіз қалдырды. Чу Чао барлығының назарын аударып, жаратылыстың шыламын талдағанын айтады. Ол одан құбыжықтың мекендейтін ортасының ластанғанын дәлелдейтін тарды тапқанын түсіндіреді. Оның айтуынша, бұл тіршілік иелерін қалаға қоныс аударуға мәжбүр етті. Енді олар бұл аймақты жаңа мекендеу ортасына айналдыруға ниетті. Сайып келгенде, Чжу Чао бәріне адамдардың өздері кінәлі екенін айтады. Осы кезде менеджер Чжу Чаоның заттарының арасынан психиатриялық аурухананың картасын тауып алып, барлығына оған сенуді доғаруды айтады. Алайда Чжу Чао шындықты басқалардан бұрын ғана білгенін алға тартады. Содан кейін ол бұл тіршілік иелерін 7 жыл бұрын қайта тірілу аралынан тапқанын айтады. Ол жылан патшасы Пангюдің де қалаға жеткенін көрсететін белгілерді тапқанын түсіндіреді. Мұны естіген Чуан түрме түннелдерінде осы тіршілік иесімен кездескенін есіне алады. Содан кейін Чжу Чао жыланның миы ересек өлтіруші киттің миынан асып түсетін өте ақылды жыртқыш екенін айтады. Чао бұл жерден кетуге тырысады. Бірақ әйел оны қайтадан ұлы деп атайды. Ашуланып, оған тоқтауды бұйырады және оның проблемасы бар жоғын сұрайды. Сол кезде Тая әйелдің Альцгеймер ауруымен ауыратынын түсініп, оны өзінің нағыз ұлы деп қателескенін түсіндіреді. Ер адам әйелдің есімі Фанг екенін және оның ұлы өрт сөндіруші болғанын және өрт кезінде қайтыс болғанын айтады. Мұны естіген Чуан анасына сыйлық жасамақ болған күнін есіне алады. Алайда ол бас тартты. Себебі бұл зат лас ақшаға сатып алынған. Осы уақытта Чуанның анасы жиенімен бірге зауытта қамалып қалады. Ал оның айналасында бір тіршілік иесі аңдып жүр. Ол көмекке шақыруға тырысады, бірақ ешкім жауап бермейді. Және басқа амалы қалмай, Чуанға қоңырау шалуды шешеді. Әйел ұлының даусын естігенде қуанады. Бірақ кенеттен алып, жылан пайда болып, барлығын қашуға мәжбүр етеді. Чуан анасының айқайын естігенде шошып кетеді де, кісенін жұлып алатын бірдеңе іздей бастайды. Сол кезде ол қышқылмен жабылған мәйітті табады. Айқай шу денені тексеруге жүгірген топтың қалған мүшелерін шошытады. Содан кейін Чжу Чао өлімнің себебі тарихқа дейінгі жас питон екенін түсіндіреді. Оның айтуынша, бұл тіршілік иесінің метаболизмі жылдамдатылған және үнемі қоректенуі керек. Терісін төгу үшін. Бұл кезде жас келіншек киім ауыстыру үшін топтан бөлініп шығады. Бірақ оның артынан ер адамдардың бірі келеді. Ер адам үстелдің астында үлкен жылан жасырылғанын білмей, оған шабуыл жасамақшы болады. Жаратылыс шуылдан оянып, адамды аяусыз жеп қояды. Айқайлар басқалардың назарын аударады, және олар оқиға орнына асығып, шабуылдаушының өлгенін анықтайды. Чжу Чао базардың ішінде жасырынған питон бар екенін растайды. Кейбір адамдар үрейленіп, жасырыну үшін қаша бастайды. Тая мен Чуан күзетте қалады. Олардың артында кенеттен жылан шабуылдаған жас келіншек пайда болады. Содан кейін жылан екеуіне шабуыл жасамақшы болады.
бірақ Чуан Таяны құтқарып үлгереді және олар басқа тірі қалғандармен бірге жасырынады. Осы уақытта Лана жеп кете жаздады, бірақ дұға басталғаннан кейін қашып үлгерді. Ал қасындағы адам аяусыз өлтірілді. Чжу Чао жыланның оларды бір-бірлеп өлтіру үшін топты бөліп жатқанын түсініп, барлығына қарулануды бұйырады. Сонымен бірге Фонг өзінің ұлын естіп, барлауға жалғыз баратынына сенеді. Ал топ жаратылыстың жақындап келе жатқанын байқап, шабуылға дайындалып жатыр. Алайда жаратылыс кенеттен тоқтайды. Жарты жолда қорқынышты тыныштық орнады. Ол топтың артында қайта пайда болды. Бірақ Чуан дайын болды. Ол жыланды өрт сөндіргішпен ұрды. Тіршілік иесі біртүрлі әрекет етіп, тірі адамды түкіріп тастап, барлығын шошытты. Содан кейін ол қайтадан шабуыл жасайды. Тағы бір рет және бүкіл ғимараттағы адамдарды қуа бастайды. Фанг қауіптен бейхабар болып қалады. Лана топты жыланның ешкімді өлтіргісі келмейтініне сендіруге тырысады. Тіпті барлығынан дұға етуді сұрайды. Чуан мен Таяны жеп кете жаздады. Бірақ Фанг сөрені тіршілік иесінің үстіне аударып, оны ұстап тұруға көмектесті. Содан кейін топ жыланға жоғарыдан көтерілу арқылы әрекет етіп, оны қозғалыссыз қалдырады. Чуан Тайяйдың дүрбелеңін байқап, кісендерін босатып, көмекке асығады. Ақырында ол тіршілік иесін өлтіреді. Кейінірек ғимараттың астында жыланның бірнеше жұмыртқасы бар екені анықталды. Шабуыл аяқталған кезде ер адамдардың бірі Чуанның қолына кісен салынғанын анықтады. Алджа оны өлтіруші деп санайтын газетті көрсетті. Топта оған сену керек пе деген мәселеде келіспеушіліктер туындады. Тая жауапкершілікті өз мойнына аламын деп, оны қорғауға тырысады. Бірақ Лана Чуанға қарсы қару ұстайды. Ашуланған ол кетіп, анасын іздеуге бел буады. Тая мен Фанг онымен бірге жүруді шешеді. Ал қалғандары базарда қалады. Тая оны әлі де тұтқындауға тырысады. Бірақ Чуан тағы да қашып кетуге тырысады. Бірақ тек қоршаған ортаның қаншалықты дұшпандық екенін түсініп, оны тоқтатады. Үйінділер арасынан ол ағасын тауып алып, оған көмектесуге тырысады. Бірақ ер адам Чуанға анасының соңынан еруді бұйырады. Чуан оған көмектесуді талап етеді. Бірақ ағасы оны құбыжық сүйреп апарғанын және онда қалу қауіпті екенін айтады. Көп ұзамай ер адам қайтыс болады. Көп ұзамай гүрілдеген дыбыстар мен ауыр қадамдар естіледі. Олар тез жасырынып, оның алып құрбақа екенін түсінеді. Жануар оларды іздейді, бірақ ақырында бас тартып, олжасын жеуге қайта оралып, ерлі зайыптылардың бұл жерден жыланның ұясына келіп, жұмыртқалардың шығып үлгергенін көреді. Бірақ ол қауіптен қорықпай ұлын іздей береді. Базарға оралғанда қалған адамдар кіреберісті жауып тастайды. Бірақ ішінде 2 питон пайда болады. Олар Лананың дұғаларын орындауға тырысады. Бірақ оларға тез шабуыл жасалады. Бір адам айуандықпен өлтірілсе, екіншісі қашып құтылады. Алайда олар көп ұзамай Мегатрудамен бетпе-бет келеді. Алджа барлығына үндемеуді бұйырады. Ол бір орында тұрып, олжасын көре алмайтын шайтан құрбақасы екенін түсіндіреді. Тағы бір адам келіп, көлікті тапқанын айтады. Бірақ оны тез жеп қояды. Ал қалғандары қашып кетеді. Осы кезде Чуан мен Тая көлікті тауып үлгереді де, қашуға дайындалып жатқанда, кенеттен көліктің алдынан Джа шығады. Қалған топ мүшелері де келіп, көлікке отырады. Бірақ олардың артында шайтан құрбақасы пайда болады. Тая қозғалтқышты іске қосады. Ал қатты үдеу кезінде Джа артта қалып, тіршілік иесінен жаяу қашып кетеді. Көп ұзамай Тая көлікті бір сәтке тоқтатып, бақадан қашуды жалғастырмас бұрын басқаруды қалпына келтіреді. Қуған кезде бақаның тілі көліктің артқы жағына жабысып қалады. Бірақ ол көп ұзамай шығып, оларды қуа береді. Сәл ары қарай олар Фанның әлі де Чуанды іздеп жүргенін көріп, оған көмектесу үшін тоқтайды. Алайда Фанға кенеттен оқ атылады және бәрі тапаншаны атқан Лана екенін біледі. Ол қаруды Чуанға бағыттап, оған көліктен түсуді бұйырады. Мегатруда қайтадан пайда болған кезде оның жоспары бұзылып, Таяға әрі қарай жүруді бұйырады. Жол бойында Лана өзін ақтауға тырысады. Бірақ болып жатқанның бәрі оның өлтіруші болғаны үшін оның кармасы екенін айтып, бәрін Чуанға кінәлайды. Чуан онымен бетпе-бет келіп, бұл оның өмірін қиюды ақтамайтынын айтып, оны өлтіруші деп атайды. Бұл шиеленісті одан әрі күшейтеді және Джа екеуін де тыныштандыруға тырысады. Чуан әйелдің назарын аударып, мылтықты тартып алмақ болғанын пайдаланып, екеуі де көліктен құлап түсті. Олар құрбақа жұмыртқаларының қасына қонды. Көп ұзамай тіршілік иесі қайта пайда болып, оларды жасыруға мәжбүр етті. Құбыжық бір сәтке алаңдап, қоректене бастады. Осыны пайдаланып, Лана Чуанға опасыздық жасауды ұйғарады да, оған жұмыртқаны лақтырып, жаратылыстың назарын аударады. Құрбақа жақындап келеді. Ол қашып кетуге тырысады, бірақ оны ұстап алады. Шарасыздықтан Лана Чуаннан көмек сұрайды. Ол оны құтқарамын деп кейіп танытады. Бірақ ештеңе істемейді. Ол ашуланып, мылтықты алып, оны атып тастайды. Бірақ сағынып қалады. Оны жеп қоятынын түсініп, ол өз өмірін қиюға тырысады. Бірақ оқтары таусылып қалады. Чуан қашып үлгереді және топтың қалған мүшелерімен
қайта қауышады. Олар қайтадан қашуға дайындалып жатыр. Алайда, жоғарғы жыртқыш пайда болып, шайтанның құрбақасын жалмап жатыр. Содан кейін ол оларға шабуыл жасайды. Бірақ тая көлікті уақытында бұрып, тіршілік иесінен қашып үлгереді. Ол көлікті қойып, қозғалтқышты өшіреді. Құбыжық аумақты иіскей бастайды. Бірақ оның назарын жаңа дыбыс аударады. Олар қозғала береді. Ал Джа кітабын қарап отырып, жаратылыстың бар жоғын анықтауға тырысады. Алайда, ол түсіндіріп үлгермей жатып, жылан тағы да шабуылдап, көлікті аударып, бірнеше өрт сөндіргішті соқты. Айналаның бәрі түтінге оранып, тіршілік иесін шегінуге мәжбүр етеді. Чуан көліктен түсіп, Джаның ауыр жарақат алғанын түсінеді. Күшін жоғалтпас бұрын Джа тапқандары туралы айтады. Жылан Рихью компаниясына тиесілі барлық нысандарды жойып жібереді. Ал келесі нысан – зауыт. Оның айтуынша, компания қайта тірілу аралын ластағандықтан жаратылыс кек алады. Джа сонымен қатар олар алға жылжуды жалғастыра алатынын айтады. Өйткені жылан із қалдырды және бұл жер ең қауіпсіз жол. Өйткені басқа құбыжықтар онымен кездесуден қашады. Содан кейін Чуан зауытқа асығады. Бірақ Тая оған күтуін айтады. Ол тек анасын құтқарып, содан кейін өз бетімен бас тартқысы келетінін айтады. Тая бұл мәселе емес деп жауап береді және оған тезірек кеңес беру арқылы көмектесетінін айтады. Зауытта Чуанның анасы жылан қайта пайда болған кезде телефонын алмақшы болады. Ол және оның жиені мүлдем қозғалыссыз қалады және оларды байқамай өтіп бара жатқан тіршілік иесінің назарынан тыс қалады. Кейінірек Чуан мен Тая зауытқа келіп, ғимаратқа тез кіреді. Осы кезде Чуанның анасы телефонын алып, ұлына оның қайда екенін айтады. Фабриканың ішіндегі температура төмендей бастайды. Ал жылан бұл екеуін тауып алып, оларды қашуға мәжбүр етеді. Чуан мен Тая зауытқа кіріп, анасы мен жиенін іздей бастайды. Еркектердің бірі топтан бөлініп кетеді. Бірақ Чуан мен Тая олардың алданғанын түсінеді. Ер адам зауыт кеңсесіне келіп, басқа жұмысшының көмек сұрап жатқанын көреді. Бірақ ол оны елемей, үстелдегі құжаттарды тартып алады. Сол сәтте ол Чуанға таңғалады. Тая қағаздарды ақтарып жатқанда, Рахуадағы зауыт жылдар бойы өзенге химиялық заттарды төгіп келе жатқанын көреді. Чуан бұл адамның шын мәнінде кім екенін білгісі келеді, және ол тек жауапты мердігер болғанын мойындайды. Ағынды суларды кәдеге жарату үшін ашуланған Хуан оған шабуыл жасайды. Бірақ Тая оны тоқтатып, фабриканы әшкерелеп, зардап шеккендерге өтемақы төлеуге кепілдік беретіндерін айтады. Олар картадан 5 дүкеннің орналасқан жерін тауып, кетуге дайындалып жатыр. Алайда төбеден жыландар құлай бастайды. Тая есеңгіреп қатып қалады. Ал ер адам осы сәтті пайдаланып, екеуін де кеңсеге қамап, қашып кетеді. Ол алысқа жете алмай, ақыры бұл тіршілік иелері оны өлтіреді. Чуан мен Тая қоршауға алынып, шабуылға ұшырай жаздады. Бірақ екінші қабаттан секіріп қашып құтылды. Тая құлаған кезде жарақат алады. Ал Чуан оған тұруға көмектеседі. Олар анасын іздеуді жалғастыруда. Бұл арада Чуанның анасы жиенін қорғайды. Бірақ оның айналасында жылан болады. Кейінірек Чуан мен Тая оқиға орнына келіп, онда ешкім жоқ екенін біледі. Чуан анасы қалдырған затты тауып алып, бірдеңе болғанын түсінеді. Олар шу естіп, қашуға тырысады. Бірақ алып, жылан қайта пайда болады. Чуан қашпауға бел буып, Таямен бірге онымен күресуге дайындалып жатыр. Ал екеуі тіршілік иесімен күресуге кіріседі. Бірақ ақыры шегінуге мәжбүр болады. Оларды осы аймақтағы электр сымдары құтқарады. Ал Чуан Таяға ажыратқыштарды қосуды бұйырады. Ол жаратылыстың назарын аударып, жаңа жекпе-жекті бастайтынын айтады. Тая электр қораптарына қарай жүгіреді. Бірақ бірнеше жыланға соғылып, қорқыныштан қатып қалады. Сол сәтте ол Чуанның кеудесіне оқ тигенін көреді. Бірақ оның әрі қарай жүруін бақылап, рухын жинауға бел буады. Ол төбелесіп жатыр. Чуан қалпына келіп, тіршілік иесінің көзін тесу үшін темір таяқшаны қолданып, Таяға уақыт сатып алады. Содан кейін ол жүгіріп барып, жыланға электр сымын лақтырып, оны электр тогымен өлтіреді. Көп ұзамай оқиға орнына федералды агенттер келіп, Чуанның жиенін тірідей тауып алады. Бала шындықты ашады. Ол Чуанның ұрыны өзін өзі қорғау үшін өлтірген сәтін жазып алған. Флешбек бұл оқиғаны көрсетеді. Бұл Чуанның кісі өлтіруші ретінде әділетсіз сотталғанын дәлелдейді. Бала жазбаны Таяға береді. Бұл оның әжесінің соңғы өтініш екенін айтады. Тая Чуанның кінәсіздігін дәлелдеуге көмектесуге уәде береді және олар баламен бірге зауыттан шығады. Чуан компанияның жауапкершілікке тартылмайтынын түсініп, өз бетінше әрекет етуге бел буады. Ол детонаторды іске қосып, зауытты жарып жібереді. Бұл оның шынайы жою жоспарын көрсетеді.